Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін ауыл шаруашылығын дамыту бойынша бірқатар тапсырма берген болатын. Мемлекет басшысы ғылымды ауыл шаруашылығы саласына тарту арқылы жаңа технологияларды енгізу қажеттігін атап өтті. Осыған орай 26-28 шілде аралығында Агрофест Батыс 2024 фестиваль өтті. Фестивальде ұйымдастырушылар іс-шараға қатысушылар мен келушілер үшін ауыл шаруашылығы техникасының, жабдықтардың, ауыл шаруашылығы жануарларының көрмесін, ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциялық жетістіктеріне арналған алаңды, ірі қара мал, ұсақ мал және жылқы етінен чемпионатты қамтитын ауқымды бағдарлама дайындады. Мы сейчас находимся в Западно-Казахстанской области на выставке Батыс Агрофест 2024. Выставка проходит просто шикарно. Я прям здесь разрываюсь, честно говоря. То ли что был на Кокпаре, параллельно там сейчас запускает воздушный шар, там идет Джамбату, здесь стоят трактора, техника. Ну, для фермера, для колхозника практически все возможности есть для того, чтобы получить новые знания, понять новые технологии, обсудить какие-то текущие злободневные проблемы. Я думаю, для, в частности, Западно-Казахстанской области, как вот такой житницы нашего мясного животноводства, это давно надо было делать. И мне очень нравится, что с каждым годом многократно увеличивается количество людей, которые посещают эту выставку. Я третий год подряд приезжаю на этот фестиваль. Это своего рода превратилось в такую традицию. Сондықтан да барлығыңызға, менің өзімнің рекомендациям, міндетті түрде осындай фестивальдарға қатысу. Сонда сіздер біздің Қазақстанда шығаратын өнімдердің барлығын өздеріңіздің көзіңіз жетеді, біздің қазақтың қолынан келетінін түсінесіздер. Ақбас деген ол легенда ғой. Мысалға мен өзім басқарған мекемемде бізде 3000 бас ақбас бар. Ақбастың өзінің төзімділігі, өзінің басқа қасиеттері енді ол бөлек. Біз Герефорд дейміз, Ангус дейміз, бірақ ең бізге лайықты, біздің жерімізге, біздің денемізге тән ет, ол ақбастың еті. Сондықтан да барлығыңызға егер де етті, малды таңдаған кезде ақбас таңдаңдар. Доброго дня, уважаемые коллеги! Меня зовут Медина. И сегодня мы находимся на западе Казахстана, село Сулуколь, где мы совместно с палатой Казах Ахбас приняли участие на выставке Батыс Фест. Очень интересный формат выставки, потому что помимо того, что фермеры привезли животных, здесь вся агротехника и оборудование для животноводства, здесь устроили отличный досуг для детей, а также проводят казахские национальные игры, такие, например, как Кокпар. Я думаю, что с каждым годом качество вот таких мероприятий оно улучшается. Давайте вместе продолжать и двигаться в том же самом направлении. Сегодня проходит фестиваль Агрофест в нашем районе, район Байтерек. Мы как жители этого региона и жители этого района поддержали своей продукцией. Очень интересная идет, как говорится, конкурсы, показы. Потом очень большая поддержка нашей палаты Ахбас. Приехали, все ребята приехали, поддержали. Красиво провели. Вообще, я считаю, это красиво. Хороший праздник. Спасибо всем. Yeah, I was very impressed with the standard of the bulls and the quality of the bulls that came forward. Couple of the bulls, not many, maybe 3 or 4, probably came in straight from pasture and hadn't got any additional feed before they came, so they would have been at a disadvantage. But any of the top bulls that were there would stand in with bulls anywhere else. And the top bull, particularly the mature bull in the second class, was a very muscly bull, tremendous muscles, tremendous top, tremendous back end, very well balanced bull and should produce excellent calves. And I was also impressed with the audience, with the crowd that remained here right through from the beginning. I think we were probably 2 hours going through the judging, and it was nice to see that everybody remained until the end. The whole event is pretty impressive, and the fact that it has been run without any rain has been twice as impressive. I'm so used to rain at home that it's quite unusual to have 2 dry days together. But obviously this show is growing each year and going from strength to strength.
and no doubt next year it'll be bigger and better again. The sheer size of the machinery is impressive for me because coming from Ireland, which is such a small country, Kazakhstan is 29 times bigger than Ireland. Some of these machines would have a difficulty actually in turning in some of our fields that are so small. Some of our fields are only maybe 5 hectare, 10 hectare, 15 at most. So these machines will be extremely big in that context.